Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге ірімшік және шұжық қосылған пиденің жасалу жолын көрсетемін. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға 1 стакан жылы су және 1 стакан жылы сүтімізді құямыз. 1 ас қасық қант және 3 шай қасық дрожжды салып, 2-3 минуттай осылай жақсылап араластырамыз. Араластырғаннан кейін бетін тарелкамен жауып 2-3 минут күтеміз. Одан кейін жарты стакан сұйық май, 1 дана жұмыртқаның ағы, сарысын бетіне жағу үшін алып қоямыз. Тағы да араластырамыз. Un мен тұзымызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Басында осылай лопатканың көмегімен араластырамыз. Кейін қолымызбен илейміз. Бетін пленкамен жауып, жылы жерге 40 минутқа көтерілгенше қойып қоямыз. Міне қамырымыз дайын болды. Тағы да қолымызбен бір илеп аламыз. Осылай ұзынша етіп, барлығы бірдей болатындай бөліктерге бөліп аламыз. Видеодағыдай қамырды жайып, шетін қолымызбен қайырып басып шығамыз. Енді салмасына бөлме температурасындағы сары майға 1 дана сарымсақты үкіштен өткізіп салып араластырамыз. Щетканың немесе қасықтың көмегімен жағып шығамыз. Қанша көп жақсаңыздар, сонша дәмді болады. Үстіне үкіштен өткізілген ірімшікті жайып саламыз. Оның үстіне 2-3 тілім шұжығымызды саламыз. Жұмыртқаның сарысын шеттеріне жағып шығамыз. Алдын ала қызып тұрған 200 градус пеште пісіріп аламыз. Міне пісіп шықты, өте дәмді болады. Видео рецепт ұнаған болса, арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Ас болсын.